өмірдің өзі де ұстаз. Бірақ осынау ұстаз сөзінің астарында мыңдаған білім мен ғылым, махаббат пен сүйіспеншілік жатқанын байқай бермейміз. Ұстаз болу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Шәкірт тәрбиелеу, оны биікке жетелеу, қанаттандыру, жаны мен тәнін, болмысы мен барын беру тек ұстаздың қолынан келетін қасиеттер. Әрбір көзі ашық адам сауатын ашу үшін ең бірінші ұстазға жүгінеді. Ал ұстаздың міндеті ештеңеден хабары жоқ шәкірттен тұлға дайындау. Ұстаздың жүзі жылы, көңілі жұмсақ келеді. Әр оқушысын өз баласындай көріп, өз баласындай асыл тәрбиесін берген ұстаздардың жұмысы әрдайым жоғары бағаланады. Ұстаз рухы таза, ой-өрісі биік, ұлты мен отанының болашағы үшін тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісін көрсетуші. Ұстаз болу өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау. Әр уақытымызды құрметтеп, мейірім шуағын бөліседі. Болашақ жастарды спортқа бейімдеп, дене шынықтыру және спорт саласында қызмет етуде. Жас ұрпақтың спортқа деген қызығушылығын ояту, салауатты өмір салтын насихаттау басты мақсаты. Мектебімізде жас мамандар қатары күннен күнге артып келеді. Бұған бірден бір себеп жастарға қолдау білдіруші мектеп басшысы мен әкімшілік қызметкерлері және керемет ұжым деп білемін. Ұстаздар, сіздерді 5 қазан кәсіби төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге қажымас қайрат, шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық және дендеріңізге саулық тілейміз.